Тәуекел, байқайсың ба, біз осы кейде асығып сөйлейміз, сол асығып сөйлегендіктен кейбір әріптерді дұрыс айтпайды екенбіз. Ал бірақ оны жаттығу арқылы орнына келтіруге болады екен. Я мен өзім жаңылпаштар жаттаймын, айнаның алдында жаттығулар жасаймын. Тағы қандай жолдар бар екен? Оның бізге жолдарын бүгінгі студиямыздың қонағы, сахна тілінің маманы Айгүл Амангелдіқызы айтып берсін. Айгүл ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Мына жаңа естідіңіз ғой, біз тәуекел екеуміз айтқанымызды. Кейбір әріптерді дұрыс айтпаймыз дейді. Соны қалай орнына келтірсек болады? Қандай С, Ш деген әріптер бір қиын келеді ғой өзі айтуға. Ол үшін біз ең бірінші балаларға дем қоямыз. Ол не ол дем қою деген? Дем қою, демнің үш түрі болады. Көкірекпен дем алу, ішпен дем алу және аралас дем дейді. Мына 12 қабырға, соған ауаны мұрын арқылы толтырамыз. Деп, ал мұрыннан ауа барады, ол басқа барғанда ол оттегі азот. Біздің бағанағы көпшілікте ұмытшақ ауруы болады ғой, соны емдеуге болады. Дем арқылы. Дем арқылы. Иә. Тек қана бұл дауысты немесе дыбыстарды жөндеуге үшін ғана емес, жалпы ағзаны емдеуге де көмектеседі. Иә, ағзаны да емдеуге бұл көмектеседі. Сіз айтып кеттіңіз ғой, тәуекел С, Ш деген әріпке біздерде арнайы таблицалар бар. Ол біздің тілімізбен айтқанда дауысты дыбыстар жағалау, өзен болса, дауыссыз дыбыс жағалау дейміз. Өйткені біз дауысты дыбыстар арқылы әуенді, әуезді дыбысты шығарамыз да, дауыссыз дыбыстар арқылы тоқтау. Мысалы, С, Ш-ға таблицалар бар. Си, се, са, со, су, с. Бұл дауыстың өзіңіздің бағана дем арқылы С дыбысын итеру арқылы сыртқа шығарасыз. Си, дауыссыз дыбыс барқасында, дауыссыз дыбыс пен дауысты дыбыс бірігіп айтылып тұр. Си, се, са, со, су, ш. Ши, ше, ша, шо, шу, ш. Бір деммен. Сонда демді алып алып, сол шығып біткенше айтып үлгеруіміз керек. Мысалы, бір демді аламыз бұлай. Сіздер жасап көрсеңіздер де болады. Жасап көрейік. Міне, демді алдық аралас демге. Ши, ше, ша, шо, шу, ш. Міне. Ши, ше, ша, шо, шу, ш. Оның айтылуы бар. Бізде 11 әріп дауысты дыбыстар бар, оның айтылуы бар. А жақтың ашылуына, ә жақтың ашылуына, е үстіңге ерін, и үстіңге ерін, үстіңге ерін, о, ө, у, о, деген еріндік дыбыс, ал деген езілдік дыбыс деп бөлінеді. Солар көмектеседі дейсіз ғой? Көмектеседі, иә. Ал осы көмек жайлы айтқым келіп отыр. Енді жаңғақ дейді, айнаның алдында жұмыс істеу, одан бөлек енді шар үрлеу керек дейді. Сондай енді тәсілдер қаншалық көмектеседі? Негізі керек па? Әрине керек. Бұрынғы бұл мен өзімнің жаңа әдістемелік немесе өзімнің ойым бойынша бұл бұрынғы грек театрынан қалған деп ойлаймын. Жаңғақ деп отырмыз ғой. Ал шарға келетін болса, ол шар демді алу үшін үрленеді. Сол үрленген шармен демді шығару керек сыртқа. Ал шарды жаңа босатқан кезде қандай дыбыс шығады? Жіңішке дауыс шығады ғой. Қатты дыбыс шығады, шарды жібер. Вот сол сияқты адамда да қатты сөйлеу керек сыртқа қарай. Деммен итеру арқылы. Ал мына кейде сөйлеп жатқан кезде жағымыз толық ашылмай жатады. Сол кезде мен мынандай жаңылпаш айтсаңыздар болады. Алты алманы алдалма, алдалманы алданда. Алдан алма, алдалма, ал есебін алданба. Тәуекел, сен айтшы. Бұл қазір жаттау қиын негізі. Енді мен білетін өзім, бүлдіршін, бұл бір білгірі бүлдіршін, бұл бір білгірі бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Бұл еріндік әріпке арналған. Бүлдіргенде бүлдірген, күлдіргенде күлдірген. Сонда жаққа да бұл жаңылпаштарда бөлінеді. Жаққа бағанағы а дыбысы. Жақ ашылады ғой. Алты алманы алдалма, алдалманы алданда. Бәрекелді. Солай екен. Міне осындай бағытпен жұмыс істейміз. Ал бұны күнделікті өмірде қалай пайдалану керек? Мысалы, үйде? Сізді тыңдап отыр, мысалы, көрермендер. Әлде күн ара, сол күні бойы жасап? Жоқ, күнде жасау керек. Рахмет, Айгүл ханым, сізге. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.